Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Нарықтық экономика пәні бойынша онлайн сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы макроэкономикалық тепе-теңдік және қаржы. Сабақтың мақсаты макроэкономикалық тепе-теңдік және қаржы туралы студенттерге толықтай түсінік беру. Күтілетін нәтиже: макроэкономикалық тепе-теңдік туралы біледі. Макроэкономикалық тепе-теңдіктің жай-күйі мынандай аса маңызды экономикалық параметрлерді теңестіруді ұйғартылатындығын түсінеді. Құрметті студенттер, сабағымызды бастамас бұрын сіздерге макроэкономика туралы қысқаша мәлімет бере кетейін. Экономиканың тұтас алып зерттейтін экономикалық теория бөлімі, сондай-ақ үй қожалығы, шаруашылық, бизнес, мемлекеттік сектор, тағы басқа сияқты аса маңызды құрамдас жиынтықтары. Макроэкономикалық секілді кезеңдер: макроэкономикалық өрлеу, жұмыспен қамтылу, инфляция проблемаларын, жалпы экономика аумағындағы басқа да мәселелерді, сондай-ақ ұлттық экономикалардың қалыптастырылатындығын зерттейді. Макроэкономикалық тепе-теңдік: жиынтық ұсыныстың жиынтық сұраныспен өзара әрекет процесінде экономикалық тепе-теңдік жағдайына келетін баға деңгейі мен шығарылым мөлшері анықталады. Баға деңгейін өзгермейтін қысқа мерзімді кезеңде жиынтық ұсыныс сызығы SRAS көлденең болады және осыған орай шығарылымның тепе-теңдік мөлшері AD жиынтық сұраныс сызығының жылжуына толық тәуелді болады. Құрметті студенттер, өздеріңіз көріп отырғандай сызбаға көңіл аударсаңыздар. Макроэкономикалық тепе-теңдік бұл модель екі түрлі құбылысты көрсетеді. Тепе-теңдік қол жеткізеді егер жиынтық ұсыныспен теңессе. Макро деңгейде бағаны қанағаттандыратын мүдделерін жиынтық массасын сатып алушылар мен жиынтық массасын өңдеушілердің тепе-теңдігі қалыптасады. Кестеде P1 көлемі бойынша E нүктесінде қалыптасады. Сан алуан жанама, сондай-ақ тура нысандар мен әдістер қолдана отырып, әлеуметтік экономикалық үрдістерге ықпал жасау олардың қаржылық түрлерін кіріктіріледі. Бұлайша ықпал ету мақсаты ұлттық шаруашылық эволюциясын қамтамасыз ету. Бұл әлеуметтік экономикалық жүйенің жұмыс істеуінің белгілі бір уақыт кезеңдерінде әлеуметтік сфераны дәйекті бұлжытпай дамыту. Экономиканы реттеу үрдісінде жалпы макроэкономикалық тепе-теңдікке жету тек теориялық сызбаларда мүмкін болатынын есте ұстаған жөн. Макроэкономикалық тепе-теңдік жай-күйі мынандай аса маңызды экономикалық параметрлерде теңестірілуді ұйғарады. Сұраным мен ұсыным, тауар және ақша массасы, жинақ ақша мен инвестициялар, инфляция және жұмыссыздық, еңбек өнімділігі және оған ақы төлеу, қаржылық ресурстар және қоғамның әлеуметтік экономикалық қажеттіліктері, мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстары, бюджет тапшылығының мөлшері және оның жабылу көздері, төлем балансының активі мен пассиві. Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымыз бойынша қысқаша мағлұмат беріп өттім. Түсінікті болса, сіздерге үйге тапсырма. Бірінші, макроэкономика дегенімізге түсініктеме беріңіздер. Екінші, макроэкономикалық тепе-теңдіктің жай-күйі мен экономикалық параметрлерінің теңестірудегі ұйғарылымдарын атаңдар. Зейін сап тыңдағандарыңызға рахмет.